Аға, чатта Atlas туралы сұраушылар көп. Адамзатты құтқаруға келе жатқан кеме деген Ақнұр Хамитбек қызының ютубтағы бейне жазбасын чатқа көшіріп қоюшылар бар. Сіз бұл Atlas туралы kesin жауап айтпасаңыз да, оқырмандар өзінше ойлап пішіп, байрам жасауға құмар. Оны мен естігемін бәрінде. Бірақ оның сұрақтарына қазір жауап беруге мезгілсіз. Сосын басқаларда осы кеме жерге қарай бұрылды, құтқарушы кеме, анау мынау. Оның бәрі өтірік. Өтіп бара жатқан Атлас, ол комета, ол корабль емес. Ол жай комета, бірақ ол кометаның бәр құрылысы біздің системадан ажырамас үлкен. Ол комета біздің системадан 2 миллиард жыл бұрын жас үлкен. Біздің 4,5 миллиард болса, ол 6,5 миллиард бұрын жарылған сол комета. Сол кометаның құрылысы да біздің галактиканың орталығы. О жерде қысым биік, о жерде суық жерлер. Деген оның кометаның жасалған несі, заттары біздің әлемімізде жоқ. Сөзген біздің приборларымыз зерттеуіне болмағаннан кейін, олар сонда нені шығарды ол, кеме деп, біреулердің келе жатқан ғарыштың нелері, келіншектердің кемесі деп, ол өтірік бәрді. Ол жай комета. Ол күннен оралып шығады, кетіп қалады. Мынау ютубта болып жатқан сұмдықтар мен әбден соған әбден ренішті болдым. Ютуб сондай босқаны өзгені жайлағаны, мен оған өзі емеспін. Сөйтіп, одан ешқандай сұмдық болмайды, тып-тыныш отырсын. Оды қарыштан талай сыйлықтар келеді маған қарыштан. Халық шуламай, тып-тыныш отырсын деп сөйтіп. Құйрығы жоқ кометаның сияқты. Біздің кометамыз құйрықтары бар, ол мұздан жарылған бәрде. Ананың материалы ол басқа неден келгеннен кейін, күн әлі біздің системамыз әлі газ болып тұрғанда, әлі қойылмағанда. Сонда ол сол жақта пайда болды, сол жердің бір шеті. Сол шетінің ішіп келгені бір талай уақыт болдық. Талай неден өтті ол ғарыштың елерінен, суығынан да, радиациясынан да сөйтіп оның құрамы басқаша болды. Сөйтіп оның құрамынан біз өзіміздің шаблон соған келтіріп, ол енді қолдан жасалған деп сөйтіп шешімге келді. Содан бір шыққан сұмдықтардан передачаның несі бәрді бізге не керек ма, Америка әскер дайындап жатыр деген бәрді. Ол бәрді неден шыққан білмегеннен. Ол таза комета, бірақ оның құрамы басқаша. Сөйтіп ол қазір желтоқсанда көрінеді, күннің артына шығады бұлай. Сонда біздің телескоптарымызға оны зерттеуге шама болады жақсылап тұрып. Сөйтіп бұл біздің әлемнен кетіп қалады. Өзінің баратын жерінде. Содан мен соған сол шыққан нелердің бәрінде сұмдық фантазиялардың соған таңғалдым. Не ғалымдар дұрап па, не ютуб несі жоқ па оның тоқтататын ондай нелерді. Жарайды енді бостандық, рухани бостандық керек. Бірақ бұндай нені шығаруға ютубтардың нелердің каналдың енді дұрыс емес менің ойымша. Солай жауаптар. Онда халыққа анау алаңдайтында ештеңе жоқ қой да, бұдан жақсылық та жамандық та болмайды ғой. Жоқ, ол жай енді біздің елге қонақ, бірақ қазір ғалымдар айтады, енді біздің тіркелген үшінші осы біздің ғасырда 1-17-ші Омума, екіншісі 19-шы, үшінші сол Атлас шеттен келген. Бұрында да келетін, бірақ оны зерттейтін біздің телескоптарын болған жоқ ол уақытта.
Телескоп болғанда оны зерттеуге шама болған жоқ. Оны зерттеуге қазіргі приборлар, соның арқасында мынау тіркелді ома и және мынау атлас тағы да. Содан ешқандай не жанжал жоқ, ешқандай сұмдық жоқ. Оны зерттеу керек.